робот, керексіз еңбек, қол темір деген мағынаны білдіреді. Тек жазушы Чапек ойлап шығарған сөз. Ол алғашқы ұғымда жұмысқа шебер адам мағынасында қолданылды. Алғашқы роботтар адамның қозғалысы мен сілпішінің қайталады. Олар ойын-сауық мақсаттарында пайдаланылды. Қазіргі кезде тұрмыстағы көптеген қызметтерді атқаратын, қадағалайтын, мүгедектер мен сәбилерге көмекші, көңілін аулайтын, тағы басқа роботтар жасалынды. Интеллектуалдық роботтар да пайда бола басталды. Қазіргі роботтардың пайда болуы мен дизайны әртүрлі болуы мүмкін. Қазіргі уақытта әртүрлі роботтар кеңінен қолданылды. Оның сыртқы түрі техникалық және экономикалық сипаттағы себептер бойынша адамнан кеңінен қолданылды. Бұл менің досым, Құлтемір. Досымен кез келген уақытта сырласа да, ойнай да аламын. Кеудесіндегі тетіктерді басу арқылы өзіме көмектесуін сұраймын. Тазалық жұмыстары, ойнау, билеу, сабақ оқу, үй жинау, міне осы тетіктерін басамын. Осы досымен бос уақытымды дұрыс пайдалана аламын. Ол қазақ тілінде сөйлей алады.